Кайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен бірге Автоплей медиа студия бағдарламасын пайдаланып отырып, өлкетану электрондық әдістемеліктер, викториналар және электрондық анықтамаларды қалай жасауға болатын жалпы тұрғыда қарастыратын боламыз. Осы жылдың басында қарағандылық балалар композиторы Людмила Мельдикова арнап биобиблиографиялық көрсеткіш жасаған болатынбыз. Осы бағдарламаның арқасында қазір жалпы сол бағдарламаға шолу жасаймыз, яғни биобиблиографиялық көрсеткішті сіздерге жалпылама көрсетемін. Міне біздің көрсеткіш осы бағдарлама арқасында жасаған жалпы қысқаша шолу болады сіздерге. Ішінде міне өздеріңіз көріп отқандай 9 бөлімнен тұрады. Әр бөлімнің ішінде өзіне сай мәліметтер бар. Биографияның ішінде композитордың өмірбаяны PDF форматында жасалынған. Одан кейінгі творчествоның ішінде кірсеңіздер, міне қандай конкурстарға қатысты, оның ішінде фотосуреттері де бар конкурстарға қатысқан. Одан бөлек композитордың әндеріне түскен жеке бейне баяндары бар. Міне бейне баяндары композитордың. Тағы да сол сияқты журнал газеттер бетіне жазылған мақалалары бар. Өте көп. Шын PDF форматында сканермен жасалынған. Және де автордың өлеңдері, альбом. Одан бөлек автордың марапаттары және жеткен жетістіктері жайлы жазылған мағлұматтар бар. Жалпы осындай көрсеткішті қалай жасауға болатын сіздерге қазір қысқаша түрде түсіндіріп көрсетіп өтем бағдарлама арқылы. Автоплей медиа студио деп аталады. Ең алғаш қандай да жобаны бастамас бұрын сіздерге айтып кетерім. Ең алдымен бізге материалдар керек. Мысалы, осы көрсеткішті жасамастан бұрын біз материал жинаған кезде біз 142 сурет, 9 бейнеролик және 112 документтер қолдандық. Осы материалдар жинағаннан кейін біз әрі қарай өзіміздің жұмысымызды бастадық. Яғни мені сіздердің алдарыңызда жалпы жобасын көрсетем, қалай басталатын. Жаңадан проект аштық. Міне көріп отырсыздар. Бізде қазір қолда бар материалдарды қолдана отырып, қысқаша түрде жаңағыдай көрсеткішті сіздерге көрсетем, қалай жасау болатын. Ең бірінші кезде бізге фон керек. Мына фонға арналған суретті енгіземіз. Жаңа документтің ішіне фонымыз кетеді. Одан кейін бізге екінші тұрған композиторымыздың фотосуреті, оны да енгіземіз. Сіздерге бір айта кететін жағдай, бірінші материал жинап бастаған кезде ең алғаш материалдың сапасына қараңыздар. Себебі сіздердің одан кейін жасап біткен кездегі жұмыстарыңыздың сапасы сол материалдардың сапасына өте байланысты болады. Композитор одан бізге міне ABC деп алыншы жазылған жерімізге біз композитордың атын жазамыз. Түсін таңдауға болады. Әртүрлі ішінде көп деген функциялар жердің. Бұның бәрін қысқаша уақытта түсіндіріп өту мүмкін емес. Одан кейінгі толыққанды нұсқаулықта кейін таныса жатарсыздар. Сіздерге жалпылама түрде қазір көрсететін болам осының бәрін. Медиа немене дейді, сотты деген не екен программамен жасап жатыр екен, аудио.
Автомедиа студио деп аталады программаның аты. Сіздерге тағы да қайталап айтамын. Кейін тағы да көре жатасыздар. Кейін толыққанды нұсқаулық болады. Қазір тек жалпылама түрде ғана, себебі 8 минут маған түсіндіріп өту ол мүмкін емес. Жаңадан мысалы бөлім бастайық. Бірінші бөлімді биография деп атаймыз. Мен енді біз қазір жаңадан парақшасын, екінші парақша. Ол парақшаның ішін автордың өмірбаянымен, соған қатысты мәліметтермен толтырамыз. Содан кейін сол толтырылған бетті осы биография деген жазуға сілтеме жасаймыз. Яғни тіркейміз екі парақшаның арасын. Бұл қазір биография деген бұл жердегі мынау жазу кнопка ретінде сондай. Қазір біз дизайнерский жердеміз. Сол себепті сіздерге қазір қалай жасалынатын көрсетемін. Яғни мына жерде page 1 деген сөз пайдаланасыздар. Яғни бірінші парақша. Осы жерден міне 8 деген ол жаңадан парақша ашу деген сөз. Осыны басып екінші парақшасынан page 2 бұл екінші парақша сөз. Осы жерге автордың өмірбаянына қатысты материалды, мысалы ол Word түрде ма, PDF түрде ма, қандай да бір болмасын материалды қосамыз осы жерге. Мысалы сіздерге көрсетемін қазір. Мысалы бізде PDF форматында менде автордың өмірбаяны. Мына жерде өздеріңіз көріп отқан Acrobat New PDF деген терезенің ішінде PDF-ке арналған документке ссылка көрсетесіз. Мысалы, өмірбаян документ қайерде тұр, соған ссылка жасаймыз. Менде бәрі алдын ала дайындалған, алдын ала материалдар жиналынған. Міне PDF форматындағы биографиясы автордың. Сол жерге көрсетеміз. Міне автордың биографиясы PDF форматында екінші бөлек жаңадан парақшаға біз жасадық. Енді бірінші парақшаға ең басты әзірге қайтып барамыз, ол мына жерде. Енді осы жердегі биография деген сөзді біз кнопка функциясын атқартамыз қазір. Яғни жаңадан мынау ашылған парақшаны осы кнопкаға тіркейтін боламыз. Себебі болашақта қазір осы кнопканы басқан кезде жаңағы биография деген парақша ашылатындай. Яғни ол үшін не істейміз? Екінші жағын басып кнопканың properties деген сөз, яғни орысшаға аударған кезде свойства дейді, соған кіреміз. Одан кейін мына жерде ең соңғы скрипт деген жазуды көріп тұрған шығарсыздар, ол сценарий деген сөз. Сол сценарийға кіреміз. Осы жерде программистердің тілімен айтқанда код немесе алгоритм дейді. Бұл жерде ағылшынша барлығы. Осы жерге алгоритмін табамыз. Яғни мені бірінші көріп тұрғанда page деген сөз тауымыз керек. Ол страница деген сөзді мағынаны білдіреді. Яғни парақша. Мені әйерде көріп тұрған шығарсыздар page. Одан кейін page jump деген керек бізге. Ол jump деген сөз, яғни переход страницалар арасындағы ауысым бір-біріне. Осындай функциялар таңдағаннан кейін әйерде тырнақшаның ішінде өздеріңіз көріп тұрсыздар page 1 деп тұр. Яғни қазір бұл біздің биографиядан кнопкамыз бірінші страницаға тіркелген. Ал екінші страницаға тіркеу үшін біз бұл жерге 2 санын жазамыз. Екінші страницаға тіркедік. Содан кейін окей. Бізге бәрі дайын. Енді предварительный просмотрға кіреміз. Яғни алдын ала бізде қандай қызмет атқаратын сізге көрсету үшін мына жерде предварительный просмотр көруге болады алдын ала. Бұл мен жасалынып тұрған кезі
тіркеген кезде былай істеңіз. Биография деген міне кнопканы көрдіңіздер. Оны ашатын болсам, екінші автордың биографиясы мен PDF форматы шығатын болады. Міне, жалпы бұл басы осылай. Ең маңызды функциялардың бірі деуге де болады, арасында бір-біріне тіркеу. Яғни осындай тұрғыда әрі қарай жалғастыратын боласыздар. Енді маған берген уақыт шектеулі, ол уақыттың ішінде барлығын түсіндіріп, көрсетуге, үйретуге мүмкін емес, бірақ жалпы жобасы осылай болады. Енді алдағы уақытта осы программаға байланысты біз толыққанды нұсқаулық шығаратын боламыз. Толыққанды нұсқаулық. Сол нұсқаулықты көріп, сіздер де өздеріңізге электрондық әдістемеліктер, электрондық анықтамалар, викториналар, тағы да басқа бағдарламаның мүмкіншіліктерін пайдалана отырып, осындай заттар жасауға болады. Назарларыңызға рахмет.